Алдарыңыз қалай? Алтын Орда жақтағы апортқа келдім. Ерсін деген лагманханаға келдім. 1-2 ай бұрын шақырған келіп кет деп. Со келе салдым, Құдай самасын. Иә, өзімнің бауырым, құрдасым. Иә, оның да аты Ерсін екен. Менің атымнан ашқан жоқ, өзінің атынан ашқан ғой. Соған келді, міне өзі де тұр. Тойған қоздай, Құдай самасын. Құдай, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Мәссаған, мұнау не? Ассаламалейкум. Айтыңыз. Мынау қасқан мәнті деген, кішкене қасқан мәнті деген осы. Осылай ағаш бамбук қасқанда піседі. Бұл мәнті Бамбуктан піседі. Бамбук дейсіз бе? Бамбук ағаш қасқан, арнаулы бамбуктен жасаған. Осы міне денсаулыққа залалсыз, ішіндегі мәнті өте дәмді. Бұның мәнтінің рецебі де басқа, әдеттегі сіздер жеп жүрген мәнтіге ұқсалмайды. Мәнтінің қандай түрлерін жасайсыз? Мәнті етпен және жусай жұмыртқамен екі түрлі. Бағасы қаншадан? Бағасы 10 тал мәнті бұл жерде 1300 теңгеден. 1300? 1300 Құдай самасын. Апарсан ғой? Иә, мәнті арзан. Ет таза халал сиыр етіменен. Жаңа көп кісілер неге арзан деп сұрайды. Қымбат сату бар адамның қолынан келеді. Ойбай, ет десе сұрайды ғой бізде. Иә, қымбат сатсақ та болатын еді, бірақ біз халыққа қолайлы бағада, қолжетімді бағада. Лагман жасайсыз ғой, неше түрлі? Неше түрлі лагман. Өз қолыңызбен созасыз. Өз қолымызбен созамыз. Біз осы аспаздық болған. Ерсіндердің бәрі пысық. Иә, біз жағы Ерсін дегенде ең бірінші Ерсін ұстаз танитынбыз, одан кейін өзіңіз танып жатырсыз. Сол үшін келіңіздер. Алтын Орда жақтағы апорттың, міне көпірдің қасында, жолаушылар жүретін көпірдің қасында. Иә, рахмет, келіңіздер. Адал ет, таза тамақ, адал еңбек, халал ет, сенімді. Бизнесіңіз өркендей берсін, айналайын. Рахмет. Міне Ерсінді арнаулы. Өткенде Ерсінге пародия жасап едік. Ерсіннің өзін неге шақырмайсыңдар деп көп кісілер айтып еді. Енді келдім, келе салдым енді. Келіп отыр. Жақсы, рахмет. Рахмет, жүріңіз енді. Жейік.